подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа. Мектеп деген білімгені, жұркені, мекеніміз ғылымның ең үлкені, ғылымның да шығаршыны осы жер, түп қазығы, тұңғиығы осы еді. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бүгін ерекше тебіреніспен толғанысқа толы күн. Бүгін мектеп атты кеменің ескегін есіп көрген, кез келген бейнені бей-жай қалдырмайтын ұлы мереке. Бүгін Алтын ұя мектебін бітіріп, бала шақтан болашаққа қанат қаққалы отырған, жүректері лүпіл қағып, қуаныш пен қимастық, аңсау мен арман сезімдері араласқан, жас түлектер үшін ең бір қымбат, ең бір қимас, ең бір ұмытылмас күн. Бүгін мектебіміздің алғашқы түлектері жаңа өмір баспалдағына жолдама алғалы тұр. Баршаңызды 2016-2017 оқу жылының аяқталу құрметіне арналған Сыңғырла соңғы қоңырау, Сыңғырла атты алғашқы түлектермен қоштасу мерекесімен құттықтаймыз. Как быстро время пролетело, с тех пор, как первым был урок. Сегодня все мы повзрослели, последний прозвенит звонок. This school year is a very special year for us. This year, we celebrated 25th anniversary of Kazakhstan's independence and Kazakhstan's armed forces. The 22nd anniversary of victory. We hosted the 28th Winter Universiade. This year, we have our first graduates. Good morning, dear friends. Congratulations. Мектеп! Түзел! Доктор! Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы әкелінсін! Осы 2016-2017 оқу жылының біз үшін маңызы зор. Өйткені біз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойын атап өттік. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылғанына 25 жыл, Ұлы Отан соғысының ұлы жеңісіне 72 жыл. Сонымен қатар 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиаданы өткізді. Дәл осы жылы мектебіміздің алғашқы түлектерін ұшырғалы отырмыз. Еліміздің еркіндігін, тыныштығын, тәуелсіздігі мен бірлігін бейнелейтін Қазақстан Республикасының туы шығарылғалы тұр. Этот учебный год для нас значимый. В этом учебном году мы отметили 25-летие независимости Республики Казахстан, 25-ю годовщину образования Вооруженных сил Республики Казахстан, 72-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне. Мы провели 28-ю Всемирную зимнюю универсиаду. В этом году наша школа осуществляет первый выпуск учеников. И этот вынос флага символизирует свободу, независимость и единство народа Казахстана. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туына сап түзел! Ерліктің дастаны еліңе
Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Мүңкеева Гүлмира Бақытбекқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, ұстаздар, ата-аналар. Сіздерді бүгінгі салтанатты соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін баршамыз үшін ұмытылмас ерекше күн. Бәріміз бірге қиында күрделі оқу жылын сәтті аяқтадық. Бұған сіздердің әрбірлеріңіздің қосқан үлескеріңіз мол. Бүгін қанаттары қатайған қарлығаштарымыз балғын балалық шақты артта қалдырып, жаңа өмірге қадам басқалы тұр. Бүгін 149 түлегіміз мектебімізден түлік ұшқалы тұр. Оның ішінде 36 белгілі үміткер және 6 үздік аттестатқа үміткер оқушыларымыз бар. Сіздерге айтарым, сіздер еліміздегі алдыңғы қатардағы мектептердің бірін тамамдадыңыздар. Жақсы білім алдыңыздар. Жаңа өмірлеріңізге тек қана сәттілік, ақ жол тілеймін. Қалаған мамандықтарыңыз иесі атанып, еліміздің абыройлы азаматы, білікті де білімді маманы болуға шын тілектеспін. Қадірлі ұстаздар, жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу жолындағы еңбектеріңіз табыс, саламатты денсаулық, отбасыңыздарда береке бірлік пен шаттық тілеймін. Ерен еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті оқушылар, алда күтіп тұрған жазғы демалыстарыңыз сәтті өтсін. Жаңа оқу жылына жаңа қадаммен, құлшылығыңызбен келіңіздер. Келесі жаңа оқу жылында қуанатын жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын. Дорогие гости, родители, учащиеся и учителя, я рада приветствовать вас на церемонии последнего звонка. Позвольте вас от всей души поздравить с этим праздником. Годы остались позади, трудовые будни, учебные занятия, подготовка домашних заданий, сдача суммативных оценочных работ. Впереди вас ждут долгожданные летние каникулы с массой самых приятных и незабываемых впечатлений. Поздравляю вас с завершением учебного года. Желаю всем нашим учащимся хорошо отдохнуть и набраться сил для следующего учебного года. В этом году исполняется ровно 2 года со дня открытия нашей школы. За это время мы достигли немалых успехов. Наша школа получила статус члена Совета международных школ, что является подтверждением того, что мы соответствуем международным стандартам образования. Этот статус, конечно, и гордость для нас, и это показатель того, что мы будем еще и дальше работать, чтобы соответствовать этим стандартам. Наши ученики в течение этого учебного года принимали участие в различных республиканских и международных олимпиадах и конкурсах и получили призовые места. Сегодня мы будем приветствовать их. Наши учителя не отставали от своих воспитанников и подтверждали свое педагогическое мастерство, также участвуя на различных олимпиадах и конкурсах и завоевывая призовые места. В этом году наши первые выпускники заканчивают школу и выходят во взрослую жизнь. Желаю вам, дорогие выпускники, всего самого лучшего, чтобы вы всегда с гордостью носили имя того, что вы студенты, выпускники Назарбаев интеллектуальной школы. И вот у нас здесь сзади стоит символ нашей школы, Назарбаев интеллектуальной школы. Это росток. Мы, ваши родители, дали вам жизнь, вдохнули вам жизнь. Ваши учителя помогли, подпитали вас, дали все необходимое. Теперь все зависит от вас. Как этот росток, во что он вырастет, будет большим крепким деревом, с крепкими корнями и большой кроной, где под кронами вас, наши учителя, ваши родители, мы будем отдыхать под вашей тенью и гордиться. Да, это наши выпускники. Желаю вам всего хорошего. Еще раз всех с праздником!
қарағанда жас болғанымен, жеткен жетістіктеріміз аз емес. Оқу ордамыздың оқушылары талаптанып, терең ойлары мен білімге құштарлығының арқасында талай белестерді бағындырды. Да, я согласна с тобой. В этом учебном году в творческом конкурсе среди молодых учителей получил Диплом первой степени Сандыбаев Ербол Есенәліұлы. Диплом второй степени получил Каримов Султан Ахмеджанович. Атамбай Фирдус Рахимжанұлы. Садыков Нуржан Жуматович. Цой Никита Владимирович. Диплом третьей степени получил Тихомбай Талиген Бахытұлы. В 17-й городской Жалтыковской олимпиаде по математике были руководителями призеров. Шаев Закен Борисович. Камбекова Ужо. В 17-й городской Жалтыковской олимпиаде по физике были руководителями призеров. Хамедханова Гүлзат Махамедханова. Калмбекова Бекен. Педагогикалық идеялық фестивалі республикалық байқауының жүлдегерлері. Валиев Дырым Одилович. Марсадеков Ердес Талик Кадрович. Жүректен жүрекке қайырымдылық шарасының жетекшісі Нұрғалиев Нұрым Вагиулович. Ғылыми жобалар жетекшілері. Марсадеков Ердес Талик Кадрович. Себенбаева Бибинур Лесбаевна. Рамзина Гүлнар Сабыржанова. Особых успехов в сфере информатики достигли Султанов Мухамеджан, руководитель учащихся, занявший первое место на чемпионате. Узбол Курбалов и Шакан Ясанхан, преподаватели учеников, получивших первое призовое место в конкурсе инновационных проектов «Мультик». Канова Махтал Абдусадыкова получила диплом международного конкурса STEM Педагог 2017. Отскова Наталья Павловна, республиканская олимпиада по русскому языку и литературе, призер третье место. Орта білім беретін мектептер мұғалімдеріне тәжірибе беру жолындағы ерекше белсенділік көрсеткен. Салматиева Ана Турсбайқызы, Малиева Альнур Есенбаева, Саинова Алтынбек Шадиярова. Байдетдинова Дана Калкова, Хамзанова Перизат Ильясова, Кривошеева Надежда Юрьевна. Утепова Макия Урмбековна, Маханова Айжан Абдулиевна, Шапанбаева Айдана Насреддиновна. Абдурахманова Азиза Аскаровна, Тупаева Айнур Илюбаевна, Татарова Тамаш Вагановна. Руханова Жанерке Жандаровна, Азбекова Самулаш Кабаргана, Байжуманова Магазиновна. Багисова Базаргуль Шамратовна. Зимой конкурс научных проектов по биологии второе место. Всероссийская олимпиада проектов по проблемам защиты окружающей среды третье место. Турсуналиева Ажар, Сетевой конкурс научных проектов по литературе второе место. Всероссийская олимпиада по защите окружающей среды третье место. Алкен Анеля. Желілік ғылыми жобалар сайысындағы бірінші орын, Жолдасбеков атындағы зерттеу жұмыстарының халықаралық конкурсының жүлдегерлері. Хасанғали Сұлпар. Желілік ғылыми жобалар сайысында математикадан бірінші орын. Толеков Бекзат, Желілік ғылыми жобалар сайысындағы математикадан екінші орын. Жолдасбеков атындағы зерттеу жұмыстарының конкурсының жүлдегерлері. Андамасова Сандуғаш. Әл-Фараби атындағы Алтын Сапар пікірсайыс клубы мен Астана Open дебат турниріндегі бірінші орын иегері. Нагимов Ғалым. Ғылымның шексіз сырлары атты кездесудегі үшінші орын. Измат Science Fair зерттеу жұмыстарының бірінші орын иегері. Турыспайн Дінмұхамед. Республикалық робототехника олимпиадасының бірінші орын иегері. Прохоренко Данил. Республикалық мәскеулік олимпиадасы жүлдегерлері. Сапарали Бернар, РБК Games 2016 екінші чемпионатының бірінші орын. Инновациялық технологиялар саябағындағы грант иегері. Кенизбеков Алимжан. Республикалық робототехника олимпиадасының бірінші орын. Халықаралық курсовик атты байқаудың бірінші орын жүлдегері. Носков Никита. Одного мудреца спросили: скажи, что такое счастье? Он ответил: это когда я молод душой, когда со мной рядом любимые, когда живы и здоровы мои родители. Дорогие папа и мамы, спасибо, что вы помогли своим детям преодолеть первую жизненную школьную дорогу. Сөз Адамбаева Айнура Юлюбаевна мен Утебаева Кенжегүл Берікқұловнаға беріледі. Құрметті де қадірлі ұстаздар, ардақты ата-аналар, мектеп оқушылары и осы мектептің бірінші бітіруші түлектері. Сіздерді дәстүрлі соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймыз. Елбасымыздың сындарлы саясатының арқасында егемендік алып, Қазақстанның ғарыштаған дәуірінде Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі болу әрбір жастың арманы. Осындай білім ордасынан сусындаған сендер өте бақыттысыңдар. Бұл мектеп заманауи талаптарға сай, үздік білім ғана емес, еліміздің үшінші жаңғыруына атсалысатын білікті, рухани бай, ұлтжанды, халқымыздың этно-мәдени құндылықтарын бойына сіңірген зияткер тұлғаларды тәрбиелеуде. Бұған куә ретінде осы мектеп өткізетін 100 кітап, 100 ән, қоғамға қызмет, TEDx, REDX деген
бағдарламаларды айтуға болады. Бұның бәрі осы мектептің ұстаздарының ақыл парасаттары мен қажырлы еңбектерінің арқасында. Ұстаздар қауымына шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Ол қыздарымыздың үздік білім мен, үлкен сенім мен болашаққа аяқ басуына және жеке тұлға ретінде дамуына қосқан үлестеріңіз өте зор. Сіздерге қажымас қайрат, жанұяларыңызға бақыт тілейміз. Барша ұстаздар қауымына тағзым етеміз. Еңбектеріңіз биіктен көріне берсін. Қымбатты жас түлектер, бүгін сіздер үшін аса маңызды күн. Әрқайсыңыз толқыған ұлы сезіммен, алдан күтер үміттерге деген үлкен сеніммен өмірдің жаңа бір белесіне аяқ басқалы тұрсыздар. Өмір белестерінде қанаттарыңыз талмасын, көкте ұшып биіктерден көрініңіздер. Мен жастарға сенемін деп Мағжан ақын жырлағандай, еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Біздер, ата-аналар, сіздердің осы мектептен алған білімдеріңізді, ойларыңыздағы адамгершілік қасиеттеріңізді еліміздің жарқын болашағына, өркендеп дамуына жұмсайды деп сенеміз. Құрметті мектеп бітірушілер, барлық ізгі армандарыңыз орындалып, өмір жолдарыңыз ашық, қадамдарыңыз нық болсын. Егеменді еліміздің білікті азаматтары болыңыздар. Жолдарыңыз болсын. Сәт сапар. Дорогие, уважаемые наши учителя, ученики, родители, гости, я от души поздравляю сегодня с праздником последнего звонка. Наши дети, я думаю, самые счастливые, потому что имеют возможность учиться в такой уникальной школе. И хотим сказать огромное спасибо, кто создал вообще эту школу, нашим учителям, которые отдают свой бесценный, за ваш бесценный труд. Уникальность этой школы в том, что наши дети здесь не только учатся, получают огромный багаж знаний, но они раскрывают свой внутренний потенциал. И с каждым годом этот потенциал у них раскрывается все шире и шире. Это можно узнать вот по достижениям наших учеников, когда сказали, они на олимпиадах участвуют, свои проекты выставляют, научными исследованиями занимаются. Единственные есть технотории в нашей школе, за что мы безмерно рады. Огромное спасибо учителям за ваш бесценный труд, за то, что вы вкладываете частичку каждого ребенка, и они получают все необходимое для этой жизни. И еще хочу сказать, что они получают не только знания, занимаются проектами, но наша школа уникальна тем, что они проводят такие мероприятия на высшем уровне, любые праздники, Наурыз, все достижения детей, они успевают и учиться, и участвовать на таких больших мероприятиях. Этот последний звонок останется в истории нашей школы, потому что мы выпускаем первых своих выпускников. Я хочу пожелать нашим выпускникам огромных успехов, светлой дороги, чтобы осуществлялись все ваши мечты, все ваши цели, чтобы мы гордились вами, чтобы ваши имена звучали на весь Казахстан, на весь мир, и мы говорили, да, это ученик нашей Назарбаевской интеллектуальной школы химико-биологического направления Алматы. Мы верим этому. Как сказала директор, вы ростки посадили родителей, влили учителя, а дальше, я думаю, вы обязательно, получив весь этот багаж знаний, все это воспитание, все, что дала эта уникальная школа, вы будете прославлены на весь мир, на весь Казахстан. Мы вами будем гордиться, мы вам желаем, вам верим. Огромных успехов, наши выпускники.
ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила в школе и грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. И все-таки сложно ни год и ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга. Новый мир откроют те учебники. Фото ты снимаешь, первые каникулы, ты по всем скучаешь. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила в школе и грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. И все-таки сложно ни год и ни два забыть. Спасибо, школа, за прекрасные годы, за путевку в жизнь. Дорогие учителя, спасибо вам за вашу веру в нас. А всем выпускникам Акжол! Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила в школе и грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. И все-таки школа, мы будем тебя любить, мы будем тебя любить, мы будем тебя любить, мы будем тебя любить. Алтын үйе мектептің тұлпарлары дүлділі, жұлдыздары жүректің жетілдіңдер бұл күні. Бірін хакім, ал бірін болыңыздары ғұлама, мың дауыспен сайраған о өмірдің бұлбұлы. Ал енді түлектерімізге сөз кезегін берейік. Құрметті қонақтар, қымбатты ұстаздар мен оқушылар, баршаңызды соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Кеше ғана мектеп табалдырығынан аттаған сияқты едік. Бүгін міне алтын үйе мектебімізбен қоштасып, үлкен өмірге аяқ басқалы тұрмыз. Оглядываясь назад на время, проведенное в школе, мы преисполняемся чувством глубокой признательности и благодарности учителям за бесценные знания, за качество характера, которое вы в нас выработали, за ваш самоотверженный труд, кураторам за ежедневную заботу, поддержку и внимание, воспитателям общежития, специалистам IT-отдела, техперсоналу, медицинским работникам, охранникам, а также администрации за поддержание порядка в школе и обеспечение комфортных условий для обучения. Ахмет Байтұрсынов, мектептің жаны ұстаз деп бекер айтпаған. Шынында, қиын сәтте қол ұшын беретін, сүрінсең сүйеу болатын, жығылсаң демеу болатын, білімнің кірпішін қалайтын. Аяулыда ұлы ұстаздар, шәкірттеріңіз үшін адамгершілік парыздарыңыз бен жақсылықтарыңызды аямай, ерінбей еңбек етіп, берген тәлім тәрбие мен баға жетпес білімдеріңіз алтынмен пара-пар. Обучение в школе было важным периодом в нашей жизни. И, возможно, лучшей благодарностью за все то, что мы здесь получили, было бы оправдание возложенных на нас надежд и применение приобретенных знаний для решения жизненных задач. Мы очень ценим нашу школу, и нам нелегко с ней расставаться. Но мы всегда будем помнить с теплотой
и большой радостью о времени, проведенном здесь. Міне, мектеппен қоштасарда сәт келді. Осыған орай бізге қамқор бола білген кураторларымызға, бізге өмірге бағыт берген ардақты ұстаздарымызға және жалпы барлық мектеп ұжымына білдіретін алғысымыз шексіз. Енді келер болашақта сіздердің артқан үміттеріңізді ақтаймыз деуге сөз береміз. Мектеп кеме, білім теңіз демекші, біз бұл кемеде талай біліммен сусындағанбыз. Құрметті мұғалімдер, құрметті мектеп ұжымы, сіздерге айтар алғысымыз шексіз. Сіздерге көптен көп рахмет. Сіздердің осы бізге артар үміттеріңізді орындай аламыз деп сөз береміз. Құрметті мектеп бітірушілер, сіздерге мен ақ жол және де басқан қадамдарыңыз нық болсын деп тілеймін. Жолдарыңыз болсын. Дорогие выпускники, в честь вас наши ученики подготовили памятные значки, чтобы вы всегда помнили о своих школьных днях, проведенных с нами, и не забывали о том, как мы вас любим. 10 сыныптар салтанатты түрде тарту етеді. Қымбатты түлектер, мінеки, сіздер үшін қоңыраудың сиқырлы да сазды әуені соңғы рет ән салуда. Бүгін біз сіздерді осы соңғы қоңыраумен шын жүректен құттықтай отырып, өмірде әрқашан биікте болуларыңызды тілейміз. Тағдырларыңыз жұлдызды болып, арман деп аталатын асқар шыңның биігінен көріне беріңіздер. Эти памятные значки изготовлены нами в технотории нашей школы. Примите их на долгую память. Всего вам доброго! The children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest lovable is happening to me. I found the greatest lovable inside of me. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on me.
куратора. Куратора можно сравнить с родителем, сделав при этом акцент не просто на преподавании, а на заботе и поддержке. Предоставляем слово кураторам первых выпускников. Бүгінгі қуанышты сәтте өздеріңізді оқытқан мектеп өз түлектеріне мейірім мен қимастықпен қарап тұрғандай. Ол өзінің қасиетті соңғы қоңырауын тек сіздер үшін соңғы рет соқпақ. Бұл өздеріңе қағылатын ең соңғы мектеп қоңырауы. Елбасымыз айтқандай, үш тілді жетік меңгерген, рухани бай, білімді азамат болыңыздар деймін. Сосын мәпелеген ата-ана, білім берген ұстаздар, сол кісілердің қадірлеп, сіздерге артқан үміттерін ақтауға шақырамын. Соңында, қайда жүрсеңіздер де, еліміңіздің атын паш етіп, биік шыңдардан көріңіздер деймін. Сәт сапар! Құрметті ұстаздар мен ата-аналар, болашаққа жол тартқан аяулы оқушылар. Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов атамыз айтқандай, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім. Міне, сіздер 12 жыл бойы ойға сіңірген тәрбиелеріңіз бен алған білімдеріңіз арқылы тәуелсіз еліміздің дамуы мен өркендеуіне өз үлестеріңізді қосуларыңызға мол сеніміміз мол. Сіздер жалынды жүректі, өршіл намысты, биік рухты болсаңыздар, біздің еліміздің еңсесі де биік болмақ. Қуатты Қазақстанның құтты іргесін қалаушы, елдік пен тәуелсіздіктің тұтқасын ұстайтын азаматтар, сіздерсіздер. Біз сіздерге сенеміз. Голуби в небо летят, высоко поднимаются. Сегодня первый выпуск НИШ-ХБЭ со школой прощается. Идите в жизнь по светлому пути и будьте настоящими людьми. Добро творите и со злом боритесь. И для своей страны трудитесь, не ленитесь. Знайте, ребята, хоть их и не счесть, в небе для каждого звездочка есть. Бүгін барлық қазақстандық түлектер үшін мектеппен қоштасу сәті. Сіздер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жолдамалға отырсыздар. Еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан да қай кезде де талмай еңбектеніп, жалықпай, ел тізгінін ұстайтын азамат болуларыңызға тілектеспін. Дорогие выпускники, сегодня вы торжественно отмечаете завершение первого этапа на своем жизненном пути. Все это время вас поддерживали учителя, родители и я, ваш куратор. А сегодня перед вами распахнулись двери в большой мир с массой возможностей. Мы вместе покоряли новые вершины в стране знаний, учились понимать себя и друг друга, отстаивать свою точку зрения и принципы. Это те знания и навыки, которые помогут вам выйти победителями из сложных испытаний. Верьте в себя, вы уникальные личности, которые обязательно добьются успеха. Будьте достойны уважения окружающих и радуйте меня и своих родителей успехами. Бүгін бақытты да мұңды күн. Бақытты себебі сіздер бүгін жаңа өмірге қадам басқалы тұрсыздар. Мұңды себебі бүгін сіздермен қоштасқалы тұрмыз. Әрқайсың өзгешесіздер, әрқайсың дарасыздар, әрқайсыңыз маған жақын адамдай болдыңыздар. Әрқайсыңызды жақсы көремін, әрқайсыңызды сағынамын. Болашақта, жарқын болашақта нақты қадаммен жеңістерге жете бергенде, анда-санда сағынышпен мектепке артқа қарап мектепті еске сала жүріңіздер. Себебі алғашқы түлек ретінде мектептің, мұғалімдердің жадында мәңгілік қаласыздар. Вот и закончилось это время учебы в школе. Время, когда знания, накопленные человечеством много веков, обрушивались на вас эти 12 лет. Я надеюсь, что это время помогло вам научиться радоваться победам, научиться радоваться свершениям, а также
не пасовать при жизненных трудностях, которые неизбежны в нашей жизни. Теперь вы вступаете на новый, яркий, наполненный уникальными событиями путь. Пусть вам хватит сил и терпения, чтобы преодолеть жизненные трудности. Пусть ваши мечты вдохновляют вас на новые достижения. В добрый путь, дорогие выпускники! Так, әнші қыздарымыздың орындауында осы әнді қабыл алыңыздар. Смотрит добрыми глазами и сияет взгляд от чистоты, наполняет небо голосами, украшает красками холсты. С самого начала объяснила нам, что душа дороже серебра. Наша школа самая любимая, колыбель искусства и добра. И бегут твои ученики, храм благословенного искусства, быстрой стайкой на перегонки. Это дверь открытая для каждого, и покуда вертится земля, самое заветное и важное открывают нам учителя. Ашылған көріспесек сағыныштан жүдейді, кім бар жақын бала күнгі досымнан. Жан досым үстем болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Туғанды арманыма ұқсатқанмын, бүгінгі көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаным. Ұстазым менің ұстазым, өзіңнен өткен қыз жазып, қалдырған ізім мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым.
байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көктедің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жанымызда бейнең тұра жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкенде, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көктедің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көктедің. Қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Құрбан еткен жерім деп, көрмейікші зардабын енді завдым. Ғасырлар аңсаған азаттық деп қанша жан, армандарым жүр еткен мен қазақпын. Көтеріп намыс ұраны, айтайық енді зор әнді. Бірге туды желбірек көгімде, туған елдің төрінде. Қырам қосым халық тапсанға, жеңістерге жоға алға, нұрлы таңға. Мәңгі туды желбірек көгімде, туған елдің төрінде. Қырам қосым халық тапсанға, жеңістерге жоға алға, нұрлы таңға. Мәңгі әнші қыздарымды қолдап қояйық. Ақшаттың сезілген адалдығы көзінен, аналардың арнасы біз боламыз. Қаһарман қапшағар қара қылды сөзімен, даналардың жалғасы біз ғанамыз. Кеудеде соққан жүректе, тілекте жор білекте. Бірге туды желбірек көгімде, туған елдің төрінде. Қырам қосым халық тапсанға, жеңістерге жоға алға, нұрлы таңға. Мәңгі туды желбірек көгімде, туған елдің төрінде. Қырам қосым халық тапсанға, жеңістерге жоға алға, нұрлы таңға. Мәңгі шықсақ та қандай сапарға, болайық алғы қатарда. Бірге туды желбірек көгімде, туған елдің төрінде. Қырам қосым халық тапсанға, жеңістерге жоға алға, нұрлы таңға. Мәңгі туды желбірек көгімде, туған елдің төрінде. Қырам қосым халық тапсанға, жеңістерге жоға алға, нұрлы таңға. Мәңгі Мектеп! Тоқтар!
Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына сап түзер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы әкетілсін. Вақытымыз мәресіне таяды, жылы күндер құшақтарын жаяды. Қоңырау да соғылғалы дайын тұр, үні оның төкпек бізге әсем жыр. Шулеков Бекзат Сәлімұлы, 12-ші дей сынып оқушысы, алтын белгіге үміткер. Жолдасбеков атындағы математика мен механика зерттеу жұмыстарының халықаралық конкурсының бірінші дәрежелі диплом иегері. Желілік ғылыми жұмыстар олимпиадасының 12-ші орын иегері. Сапи Алина, ученица 7-го класса, отличница, призер первого места дистанционной олимпиады по физике, обладатель 3-го места олимпиады по математике, участница городского фестиваля, посвященного 550-летию Казанского ханства. Звонок последний прозвенел для вас. Еще чуть-чуть, еще совсем немного, и станцевав свой последний вальс, уйдете вы со школьного порога. 12-ші сынып оқушыларын атынан вальс.
взрослой жизни. Не забывайте школьный путь, и дружбой вашей дорожите, ведь школьных лет уж не вернуть. Поступков вам правдивых, честных, уберегите радость встреч. Взрослейте, дружбу сохраните, сумейте школу честь беречь. Қоштасады алтыны мектебін, маңдайыңнан сипап өтер көкте күн. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін дей келе, әрдайым өмірде жолдарың болсын дейміз. Белый, символ чистоты и благородства. Золотой, успеха и богатства. Пусть ваш путь в жизни будет чистым, светлым. Пусть успех принесет много радости, духовных благ. Всегда помните свою школу и гордо носите знамя ниш. Dear graduates, we wish you new achievements in your new way. We wish you more luck and happiness in your adult life. Success and smile, strength and many, many passions. Вақытты Басталғанда жанаға сүріп келіп, бір жарғанда жастығымның көктемі. Сіздер үшін айқарашты есігі, елбасының сия келген мектебі. Сенесің мектебімнің үлкені, жібересің ғылым білім желкені. таяп қалған көрінеді. Түлектерімізге ұзақ әрі жемісті сәт сапар тілей отырып, алдағы уақытта армандарына қол жеткізулеріне тілектеспіз. Ал ұстаздарымыз бен оқушылар қауымына тек қайрат пен жігер серік болып, келер жылға дейін күш пен қуаттарыңыз таусылмасын дейміз. Келесі оқу жылына дейін сау саламатта болыңыздар. Аман есен жүздескенше. Беспокоит мою память.